Білім алушылар, бүгін сіздермен 9-шы сынып оқушыларының сұрауы бойынша 2024 жылғы мемлекеттік емтиханға дайындығымызды бастаймыз. Бұл былтырғы нақты келген нұсқа болғандықтан, алдымен өздеріңіз шығарып көруге тырысыңыздар. Енді А бөліміндегі бірінші сұраққа назар аударайық. Мынау километрді сантиметрмен өрнектеңіз және стандартты түрде жазыңыз дейді. 31,7 көбейтілген 10-3 дәрежесі километр. Енді 1 километрде 10-5 дәрежесі сантиметр бар болғандықтан, соған көбейтіп жібересіздер. Сонда 31,7 негіздері бірдей болып тұр, дәрежелер бір-бірімен қосылып кетеді. Онда 10-8 дәрежесі. Енді стандартты түрде жаз деген, мынау алдындағы тұрған сан 1 мен 10-ның арасында жату керек. Енді 31 ол 10-нан үлкен болып тұр, сондықтан бір үтір артқа қарай жылжытып аласыздар. Сонда 10-ға көбейтіп жібереміз. 3,17 10-ға көбейтесіздер, ол мынаумен қосылып кетеді, сонымен 10-ның 9 дәрежесі сантиметр деген жауабы дұрыс болады екен. Екінші сұрақ. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылту үшін бөлшектің бөлімін қандай санға көбейту керек? Yani иррационалдықтан құтылу үшін мынау бөліміндегі тұрған иррационал санды соның түйіндесіне көбейтеміз. Енді азайту болса, онда қосуға көбейтіп жібересіздер. Мына жерде таңба минус болатын болса плюсқа, плюс болатын болса минусқа көбейтіп жүреміз. Бөлімін көбейткендіктен бізде алымында көбейтуге міндеттіміз. Бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға көбейтсек, бөлшектің өзгермейді деген қасиетті пайдаланып жатырмыз. Сондықтан мынаған біз бөлімін көбейттік. Онда біздегі жауап С жауабы дұрыс болады екен. Есептеңіз дейді. Енді мен 10 факториал деген сол санға дейінгі сандардың көбейтіндісі, 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі, сосын көбейтеміз 11-ге. Мен 10 факториал жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Сонда бізде 1 қосылған 11 қалыпты. Бөлімінде 12 көбейтілген 9 факториал. Мынаны өзін жазып қоямыз. 10 факториал көбейтілген 12. 10 факториал не деп жазайын? 9 факториал көбейтілген 10 деп жазайын да? 9 факториал көбейтілген 10. Бөлімінде 9 факториал. Мынау мен мынау қысқарып кетеді. 1-ге тең болады. 12 мен 12 қысқарып кетеді. 1-ге тең болады. Сонда бізде 10 деген жауап дұрыс болады екен. Үшінші сұрақ. Мынау берілген бұрыштардан 4-ші ширектегі бұрышты тауып градус арқылы өрнектеңіздер. Мынау пи деген ол 180 градусқа тең екенін біз білуіміз керек. Сонда 11-ді 180 градусқа көбейтеміз, бөлеміз 3-ке. Мына екеуі қысқарып 60-ды 11-ге көбейтсеңіздер 660 градус. Енді біріншісін тексеріп алайық та. Қай ширекте жатқандығын білу үшін бірлік шеңбер салып алайық. Мынау бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек, төртінші ширек. Сағат тіліне қарама қарсы болады. 0 градус, 90 градус, 180 да, мына жерде 180 градус, мынау 270 градус. Қайтадан шеңбер бір айналып келетін болса, бір айналым жасайтын болсақ, онда 360 градус. Екі айналып келетін болсаңыздар, онда 720 градус. Солай кете береді. Мынау 660 градус, ол сіздерде бір айналым жасайды. Сосын ары қарай тағы да неше? 300 градус, 270-тен бір 30 градусқа үлкен шама. Сонда 660 градус деп отқандарыңыз мүнеуреу жатқан жоқ, шамамен осы бөлікте жатыр. Ол сіздерде 4-ші ширекте жатады екен. Онда жауабы осы деп қоясыздар. Енді қалғанын өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Олар осы 4-ші ширекте жата ма екен, жатпай ма екен? Негізі жатпау керек. 5-ші сұраққа қараймыз. Енді біз мына есепті шығару үшін А-ның минус М дәрежесі деген қасиетті білуіміз керек. Онда кері санына М дәрежесі деген сөз. Кері сан деген сөз 1 бөлінген А-ның М дәрежесі. 8-ден 1 дегенді мен жаза аламын. 8-дің минус 1 дәрежесі деп жаза аламын. Оның минус 3 дәрежесі. 4-дің минус 3 дәрежесі 1 бөлінген 4-дің 3 дәрежесі деген сөз. Минус 1 мен минус 3 көбейтіледі. Дәреженің қасиеттері бойынша, сонда 8-дің 3 дәрежесі. Көбейтілген 1 бөлінген 4-дің 3 дәрежесі. Енді мыналарды 8-дің 3 дәрежесін 8 көбейтілген 8 көбейтілген 8 көбейту 8 деген сөз. 1 бөлінген 64. 64 пен 64 қысқарып кетеді. Сонда сіздерде жауабы 8 деген жауабы дұрыс болады екен. Өрнектік шамдаңыз дейді. Қысқаша көбейту формуласы. Біз ұмытып қалсақ еске түсіріп алайық. А қосылған Б-ның квадраты
а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат еді. Аның орнында бізде синус 15 градус тұр. Онда синус квадрат қосылған 2 еселенген синус 15 градус көбейтілген косинус 15 градус қосылған б квадрат. Косинус квадрат 15 градус. Тең болады. Енді біз тағы да тригонометрияның бір формуласын еске түсіреміз. Мынау қандай формула еді? Сосын мынау қандай формула еді? Екеуін бірге жазатын болсаңыздар, синус тригонометрияның негізгі тепе теңдігі синус квадрат қосылған косинус квадрат, ол бізде бірге тең. Тағы да бізде мынандай формула бар еді. Синус 2 альфа деген формула. Ол сіздерде 2 еселенген синус альфа көбейтілген косинус альфа болып ашылатын еді. Бізге синус квадрат қосылған косинус квадрат градустық шамалар бірдей болып тұр, онда бірге тең болады екеуі. Қосылған 2 еселенген бізде мынау беріліп тұр, онда біз келесі түрде жазамыз да, синус 2 альфа түрде, яғни 2 көбейтілген 15 градус. Бір қосылған 2-ні 15-ке көбейтсеңіздер синус 30 градус. 30 градустағы мәні бізде 2-ден 1-ге тең. Енді 1 мен 2-ден 1-ді қосатын болсаңыздар, ортақ бөлімге келтірсеңіздер 2-ден 3 немесе 1,5 деген жауабы дұрыс болады екен. 7-ші есеп, мынау өрнек берілсе, сіздерде 6-шы мүшесін табыңыздар дейді. Ол деген не деген сөз? Мынау n-нің орнына апарып 6-ны қой деген сөз. 3-ті көбейтеміз 6-ға, n-нің квадраты, яғни 6-ның квадраты қосылған 3. 18, 36-ны 3-ке қосатын болсаңыздар, 39. Енді қысқартамыз, 3-ке қысқартып жіберсеңіздер, мына жерде 13, мынау 6. 13-тен 6 деген жауабы дұрыс болады екен. Берілген таңдаманың абсолюттік жиілік кестесі бойынша таңдаманың арифметикалық орта мәні мен модасын анықтаңыз. Енді бірінші бізде мода деген сөзді еске түсірейік. Мода дегеніміз не еді ол? Ол осының ішіндегі ең көп кездесетін. 2-ден 3 кездесіп тұр, 4-тен 2 кездесіп тұр, 6-дан 2 кездесіп тұр, 8-ден 5 кездесіп тұр. Онда бізде модасы сіздерде нешеге тең болады? Енді осы сұрақты өздеріңіз комментарийға жауап ретінде жазып кетсеңіздер болады. Бізде 8 деген жауап бар. Қалғандары онда сіздерде дұрыс жауап бола алмайды да. Модасы 8-ге тең. Мына екеуінің біреуі дұрыс болу керек. Бізге арифметикалық ортаны табу керек. Арифметикалық орта дегенімізді қалай белгілейді? Үстін сызып қоясыздар. Мынау сіздерде орта мәні деген сөз. Так, 2-ден 3 бар. 2-ні 3-ке көбейтеміз. Қосасыздар. 4-ті 2-ке көбейтесіздер. Қосамыз 6-ны 2-ке көбейтеміз. Қосасыздар. 8-ді 5-ке көбейтесіздер. Қосамыз 10-ды 3-ке көбейтеміз. Бөлеміз. Енді осының барлық санына, мыналардың барлығын қосып жіберсеңіздер нешеге тең болады? 8, 10, 15-ті барлығын қосатын болсақ, 15 біз 15-ке бөліп жүреміз. Енді осыны есептеп, сіздер жауабы қайсысы? В варианты дұрыс бола ма екен, Д варианты дұрыс бола ма екен? Комментарийға жазып қойыңыздар. 9-ші есепті қараймыз. Мынау сызықтық теңдеу OX өсі мен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Енді бұл есепті шығару үшін OX өсімен қиылысады деген не деген сөз? OX өсімен қиылысады деген сөз. Ол мынау Y-тің мәні 0-ге тең деген сөз. Y-тің орнына апарасыздар да 0-ді қойып шығасыздар. Негізі Y-ті тауып алып, сосын барып орнына қойымыз керек. Жақсы. 4-ті көбейтеміз 0-ге, азайтылған X, азайтылған 8 тең болады 0-ге дейді. Мына X-ті мен келесі жаққа өткізіп жіберейін. Сонда -8 X-қа тең. Сонда X-іміз -8-ге тең болғанда, Y-іміз 0-ге тең болғанда, бұл OX өсімен қиылысу нүктесінің координатасы болады. 10-ші есеп, мынау суретті пайдаланып сәйкес теңсіздікті көрсетіңіз дейді. Енді мынау сіздерде үзілік сызықпен беріліп тұр. Сондықтан мынау қатаң кіші немесе тең, артық немесе тең деген варианттарды алып тастасаңыздар болады. Енді мынау қай функцияның, сызықтық функцияның графигі екенін білу үшін бір екі нүктені алып, орнына қойып тексере салғандарыңыз дұрыс болады. Мынау -4, 0-де -4. Сосын нақты қиылысып жатқан қандай нүкте? 1-де -1 деген нүкте. Енді осыны апарып біз орнына қойып жіберейік. Енді мына екеуін түсінікті болып тұр ғой деймін сіздерге. Бізде астында жататын болса, функцияның астында жататын болса, онда асты боялатын еді. Функцияның үстіңгі жағы боялып тұр, онда бізде
артық деген жауабы дұрыс болады екен да. Сіздер орын алып тексеріп қойыңыздар. Мынау x-тің мәні, мынау y-тің мәні. Егер де басқалай жауаптар тұратын болса, сіздерге мынау x, y-тің мәндерін орындарына қойып тексеріп көре салғандарыңыз жеңілдірек болады. Басқа да шығару тәсілдері бар, бірақ осылай сіздерге жеңілірек болады түсінуге. 11-ші есепке қараймыз. Б бөлімі 4 балдық есеп екен. Сондықтан шығарылу жолының формулаларын барлығын жазуға тырысыңыздар. Мынау енді байқасаңыздар, мынау қосындысының мәнін есептеңіздер, және екі еселеңіздер дейді. Сұрақ сондай екен. Мынау сіздерде 3-ке қосылып жатыр. Байқасаңыздар, сондай бір заңдылықпен өсіп жатыр да. Онда бізде белгілі бір санға қосылып отыратын болса, ол арифметикалық прогрессия болады. Осының қосындысын табуымыз керек. Онда не деген сөз? Мынау а бірінші мүшесі ол 2-ге тең деген сөз, екінші мүшесі 5-ке тең деген сөз, үшінші мүшесі 8-ге, n-ші мүшесі 89-ға тең. Енді бізге қосындысының мәнін табу формуласын жазып қояйын. Sn ол сіздерде бірінші мүшесі мен соңғы мүшесін қосып 2-ге бөліп n-ға көбейткенге тең. Енді бізге тауып алу керек, мынау 89 деген нешінші мүшесі екенін тауып алуымыз керек. Ол үшін мынау an-ның формуласын пайдаланамыз. Бірінші мүшесіне айырымының мына мүшесімен көбейтіндісін табу керек. Енді орындарына қоямыз да. an деп отқанымыз ол 89-ға тең. Бірінші мүшесі 2-ге тең қосылған n-1-дің өзін жазып қояйын. D деп отқандарыңыз екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтып тастау. 5-тен 2-ні азайтасыздар. Ол нешеге тең болады? 3-ге тең болады бізде. Мынаны келесі жаққа өткізсеңіздер, -2 болып өтеді, сонда 87 болып қалады. n-1 көбейтілген 3. n-1-ді табу үшін 87 нешеге бөліп тастаймыз? 3-ге бөліп тастайсыздар. n-1-іміз нешеге тең болады? 2-ден береміз, 27, 9 қалады. Сонда n-іміз нешеге тең екен? 30-ға тең болады екен. Бұл енді осы формуланың орнына қоясыздар. Бұл 30-шы мүшесі екен. 89 деп отқандарыңыз 30-шы мүшесі. 30 мүшесінің қосындысы, онда бірінші мүшесі бізде 2-ге тең. Қосамыз n-ші мүшесі, яғни 89-ға тең. Бөлеміз 2-ге, оны көбейтесіздер нешеге? 30-ға. Енді мынаны қысқартып 15-ге тең болады. 91 мен көбейтесіздер 15-ті. Нешеге тең болатынын комментарийға жазып қойыңыздар. Және де сіздерде бұны сұрап тұрған жоқ. 2 еселеңіз деп тұр. Яғни 2 еселенген мынау 30-шы мүшесін. Мынадан тауып 2 еселеп, мына жерден шыққан санға көбейтіп, 11-ші сұрақтың жауабы деп жазып қойыңыздар комментарийға. Енді бұл есепті жазған кезде толыққанды жазуға тырысыңыздар. Жауабы деп жауабын жазуды ұмытпаңыздар. 12-ші есеп, өрнекті ықшамдап мәнін табыңыз дейді. n 1-ге тең болса, m 2-ге тең болса. Енді бұл есепті шығару үшін мен мынау бөлшектің алымын келесі түрге келтіріп алайын. m-нің 4 дәрежесін мен m-нің квадратының квадраты деп алайын. Қосылған 2 еселенген көбейтілген 8 m квадрат n квадрат плюс 64-ті мен 8-дің квадраты n квадраттың квадраты деп алайын. Бөлімінде m квадраттың квадраты минус 8n квадраттың квадраты деп алайын. Енді мынаған қандай формулаларды пайдаланып жатырмыз, соның барлығын жазыңыздар ерінбей. Үстіне сіздерде қандай формула пайдаланасыздар? А плюс Б-ның квадраты, да? А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадратты пайдаланып жатырмыз. Қысқаша көбейту формуласы. Бөлімінде сіздерде А квадрат минус Б квадрат. Ол бізде А минус Б, А плюс Б еді. Бөлшектің алымы сіздерде келесі түрге келеді. Ол деп отқандарыңыз m квадрат плюс 8n квадраттың квадраты. Бөлімінде қысқаша көбейту формуласы бойынша m квадрат минус 8n квадрат m квадрат плюс 8n квадрат. Мынаумен мынаның бір дәрежесі жойылып кетеді. Сонда бізде қалды қандай? m квадрат плюс 8n бөлінген m квадрат минус 8n квадрат. Мына жерде квадрат қалып қойды. Енді мыналарды орнына алып кеп қоюымыз керек. Бізде n-іміз 1-ге тең, m-іміз 2-ге тең болады. Мынаны орнына кеп қойып жазасыздар. Тең болады m-іміз бізде 2-нің квадраты көбейтілген 8n квадрат 1-дің квадраты бөлімінде m квадрат, яғни 2-нің квадраты минус 8 көбейтілген 1-дің квадраты.
Так, 4 4-ке 8-ді қоссаңыздар 12 бөлімінде 8-ден 4 азайтамыз. Минус 4 болады, да? Онда бізде жауабы минус 3-ке тең екен. Жауабы минус 3 деп жазып қойасыздар. Келесі. Мынау периодты ондық бөлшек, яғни санның шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысын табу формуласын пайдалану арқылы жай бөлшек енді шығарудың неше түрлі тәсілі бар. Соның ішінде геометриялық прогрессияны пайдаланыңыздар дейді 9 сыныптағы. Енді мен алдымен мынаны ықшамдап жазып алайын да. 0 бүтін мынау 7 период болып кете береді екен. Оны мен қалайынан ашып жазсам болады сіздерде. Так, 10-3 так, қосылған 100-ден 7, да? 100-ден 7 қосылған 1000-нан 7 ары қарай сіздерде жалғасып кете береді бұл. Мен осының ішіне сіздерде мынаны 100-ден 7-ні енді 10.000-нан 7 ары қарай кетіп жатыр. Осының ішіне мен нешені шығарып алайын? 10-нан 3-ні өзін жазып қойын. Ол сіздердің мына периодына қатысы жоқ. Қосылған мынадан мен 100-ден 7-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейін. Сонда сіздерде не болады? Мына жерден 1 қалады. Қосылған 10-нан 1 қосылған 100-ден 1, енді ары қарай шексіз тағы да кете береді. Енді маған керек осының геометриялық прогрессия екендігі мынау бірінші мүшесі, мынау сіздерде геометриялық прогрессия. Осыған байланысты А1-іміз нешеге тең болады? 1-ге тең болады. Енді геометриялық прогрессияны біз Б-мен белгілейтінбіз, да? Екінші мүшесі сіздерде 10-нан 1-ге тең болады. Онда бізде Q-мыз нешеге тең болады? Екінші мүшесі мынаған бөліп тастағанға тең. 10-нан 1-ді, енді B2-ні бөлеміз B1-ге дейік. 10-нан 1-ді 1-ге бөлсеңіздер, бәрібір нешеге тең болады? 10-нан 1-ге тең болады. Онда еселігіміз бізде 10-нан 1-ге тең. Енді шексіз геометриялық прогрессияның қосындысының формуласы сіздерде қандай еді? Бірінші мүшесін бөліп тастайсыздар, бір азайтылған еселік. Енді орындарына қойып жібереміз. Бірінші мүшесі бізде нешеге тең болды? Бірінші мүшесі 1-ге тең болды. 1 азайтылған 10-нан 1. Онда 1 бөлінген 10-нан 1-ді азайтсаңыздар 10-нан 9, 1-ді бөлсеңіздер, онда керісінше 9-дан 10 болып кетеді. Енді осыны апарасыздар да қайда қоясыздар? Мынау өзінің орнына апарып қойып жібереміз. Сонда сіздерде 10-нан 3 қосылған 100-ден 7 көбейтілген 9-дан 10. Оны екеуін қысқартып жібереміз. 10-нан 3 қосылған 90-нан 7. Ортақ бөлімге келтіресіздер, ортақ бөлім 90. Мынаған 9-дан береміз. 1-ден 27-ге 7-ні қоссаңыздар 34. Екеуін қысқартып жібереміз. 2-ге қысқартсаңыздар 45-тен 17 болады. Жауабы 45-тен 17 деп жазып қоясыздар. 14-ші сұрақ. Мынау квадраттық функциясы берілген. Біріншісі парабола төбесінің координаталарын анықтаңыздар дейді. Параболаның төбесінің координатасын анықтау үшін мен алдымен жақшаны ашып жазып алайын да. Мынаны қысқаша көбейту формуласымен ашамыз. Y-тен болады x квадрат плюс 4x еселенген қысқаша көбейту формуласында бар еді. Ұмытып кетпеңіздер, қосылған 4, қосылған жақшаны ашып жібересіздер. 2-ні x-қа көбейтеміз. 2x минус 2 плюс 3. Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. X квадрат, 4x пен мұны екеуін қосатын болсаңыздар 6x, 4-тен 2-ні азайтамыз 2, қосамыз 3 плюс 5-ке тең болады. Енді бізге параболаның төбесін мен бір Т деп белгілеп алайын. Mn еді координатасын. Mнің формуласы сіздерде қандай еді? Минус b бөлінген 2a еді. Минус b деп отқандарыңыз 6, минус 6 бөлінген 2-ні a-ға көбейтеміз, яғни 2-ні 1-ге көбейтесіздер. Онда Mнің мәні минус 3-ке тең. Онда Nнің мәні Nнің формуласына жаттап алсаңыздар болады, немесе сіздер мына минус 3-ті әкеп мынау тұрған x-тің орнына әкеп қойып жүрсеңіздер шығады. Мен енді мынау формуланың өзіне қойып жіберейін. Дискриминант деп отқандарыңыз b квадрат 36 азайтылған 4 көбейтілген ac бөлінген 4.
36-тан 20-ны азайтасыздар, 16-дан 16-ны 4-ке бөлсеңіздер -4. Яғни төбесінің координатасы сіздерде m-нің мәні -3-ке тең, n-нің мәні бізде -4-ке тең. Болды, біз төбесін тауып алдық. Осы функцияны мынау түрінде жазыңыздар дейді. Енді a-ның мәні түсінікті. Біз мынау функцияға ашып алған осының мәндерін аламыз. a-ның мәні 1-ге тең, m-ді тауып алғанбыз, біз n-ді тауып алғанбыз. Енді осыларды әкеп орнына қойып жібересіздер. Сонда сіздерде y тең болады. Y тең болады. a-ның мәні 1-ге тең, x минус 3, онда x плюс 3 болып кетеді. Осының квадраты плюс n дейді, бізде n-іміз -4-ке тең. Болды. Сіздерден сұрап тұрғаны осы. Бізге v-да бізде айтады, берілген функцияның ox, oy өстермен қиылысу нүктелерін табыңдар дейді. Енді ox өсімен қиылысуын табу үшін біз y-ті 0-ге теңестіріп аламыз. Сонда x квадрат плюс 6x плюс 5 тең болады 0-ге. Мына дискриминантпен шығарсаңыздар болады, немесе v теоремасы бойынша. Көбейткен кезде 5-ке тең болу керек, қосқан кезде -6-ға тең болу керек. Яғни 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5-ке тең, алтыларына минусты қойып жіберсеңіздер, екеуін қосқан кезде -6-ға тең болады. Онда бұл деген не деген сөз? X-тің мәні -1-ге тең болғанда, Y-тің мәні 0-ге тең. Және X-тің мәні -5-ге тең болғанда, Y-тің мәні 0-ге тең деген сөз. Г сұрағында айтады сіздерде, так, біз әлі OY өсімен қиылысу нүктесін тапқан жоқпыз. OY өсімен қиылысу нүктесін табу үшін біз x-ті 0-ге теңестіріп аламыз. Онда x-тің орнына әкеліп 0-ді қойып жүресіздер. 0-дің квадраты қосылған 6 көбейтілген 0 қосылған 5. Y-тің мәні. Y-іміз онда 5-ге тең болады. Бұл деген не деген сөз? X-тің мәні 0-ге тең болғанда, Y-тің мәні 5-ке тең болады деген сөз. Г сұрағында айтады, берілген функцияның графигін салыңыз дейді. График салғанда мынау x өсі, мынау y өсі бірдей кесінділерге бөліңіздер. Менде қазір дәл бірдей шықпай қалуы мүмкін, бірақ сіздер дәптерге салған кезде бірдей кесіндіге бөлуге тырысыңыздар. Графиктеріңіз дұрыс шықпау үшін. Мынау 1, 2 деп қояқ, -1, -3, 1, 2, 3, 4, 5. Мына жақта -1, -2, -3, -4. Бізге координатаның параболаның төбесінің координатасы керек. Бізде ол -3-те -4 еді. X -3-ке тең болғанда, Y-іміз -4-ке. Координат параболаның төбесі координатасы осы жерде. Так, сосын бізге керек OX өсімен OY өсімен қиылысу нүктесі. OX өсімен -1-ден 0, -1-ден 0 деп отқан нүктелеріміз мынау. Так, сосын -5-тен 0, -5-тен 0, -5 мына жерде 0. Онда сіздерде OX өсімен қиылысу нүктесі осы жер болады екен. OY өсімен 0-де 5. Онда сіздердің нүктелеріңіз мынау жер. Енді осылардың барлығын енді ол симметриал болғандықтан парабола. Келесі нүкте келесі мынау жақта жатады, жоқ шамамен осы жерлерде. Осыларды бір-біріне қосып жіберсеңіздер, параболаның тармағы жоғары қараған келесіде бір функцияның графигі пайда болу керек сіздерде. Мына кішкене мынаның үстінен өтуге тырысыңыздар. Мынау симметриал болу керек. Мен кішкене параболаға сәл ұқсамай қалды ғой, дәптерге салған кезде дұрыстап шығу керек. Келесі есеп 15-ші есеп теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Енді мен мынаны осылай тұрған жеріне шеше берсеңіздер болады, -1-ге көбейтпей, бірақ маған ыңғайлырақ -1-ге көбейтіп жіберген. X плюс 3 -1-ге көбейткендіктен мына екеуінің орнын алмаса, онда таңбада ауысады бізде. Артық болып тұреді, онда кіші болып кетеді. 2x -5 келесі жаққа өтті, плюс 5 болды. Мынандай теңсіздіктерді шешкен кезде алдымен 0-ге теңестіреміз, сосын барып түбірлерін тауып аласыздар. X плюс 3, X минус 5 тең болады 0-ге. X плюс 3 тең болады 0-ге, X минус 5 тең болады 0-ге. Сонда X-іміз бірінші түбіріміз -3-ке тең, екінші түбіріміз 5-ке тең болады екен. Бұл бірінші теңсіздік. Енді мынау екінші теңсіздіктен X-іміз сіздерде кіші 5 бөлінген 2. Ол деп отқандарыңыз 2,5-те.
Осы екеуін екі интервалға белгілеп, біріншісі сіздерде -3 және де 5 деген түбір. Таңбасы плюс, минус, плюс. Санның мәнін қойып тексеріп көріңіздер. Мынау x-тің алдындағы таңбалары плюс болып сонда плюстан басталады, кезектесіп отырады. Егер де жұп дәреже болатын болса, таңба қайталанады. Осыны еске сақтаймыз. Бізге керегі минус жағы, мынау аралық керек бізге. Екінші сіздерде 2,5 енді ол 0-ден үлкен, мынау 5-ке сәл жақындайды, 2,5-тен кіші жағы дейді. Ол мынау жағы. Екеуінің де боялып тұрған жерін жауап ретінде аласыздар. Ол мына біреу аралықпен x-іміз тиісті болады, -3 пен 2,5-тің арасы екен. Жауабы деп осыны жазып қоясыздар. 16-шы есеп. Жолаушы пойызы жүк пойызына қарағанда 4 минут кеш шықты дейді. Оны 20 километр жүргенде қуып жетті. Егер жолаушы пойызы жүк пойызына қарағанда сағатына 10 километр артық жүретін болса, онда пойыздардың жылдамдығы қандай дейді. Енді бұндай есептерді шығару үшін кесте сызып алғандарыңыз тиімдірек. S арақашықтық, жылдамдық жолға байланысты. Біріншісінікі сіздерде қандай? Жолаушы пойызы және де жүк пойызы. Жүк пойызы мен екіншісі жолаушы пойызы. Екеуінде жүрген жолы 20 километр. 20 километрде жетіп алып деп тұр. Жылдамдық. Бізде жүк пойызы X болатын болса, онда оған жолаушы пойыз жүк пойызына қарағанда 10 километр. Яғни жолаушысы X плюс 10 километрге артық деді. Енді біз жақсы білеміз, арақашықтық табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Онда уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлесіздер де осы формуланы пайдалана отырып, мынау кестені толтырасыздар. Арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз, арақашықтықты жылдамдыққа бөліп тастайсыздар. Енді бұл жерде сіздерде бір жүк пойызы шығып кетті, сосын барып 20 километрден кейін барып, анау жолаушы пойызына жетіп алды. Яғни уақыты, екеуінің уақыттарының айырымы 4 минут шыққан уақыты. Онда мен жазып қояйын, дельта Т сіздерде Т1 деп ала берейін, жүк пойызының уақытын. Азайтпастарсыз Т2. Яғни дельта Т деп отқандарыңыз ол 4 минут. 4 минут айырымы екеуінің. 4 минутты мен неге айналдырып аламын? Сағатқа айналдырып аламын. 4-ті 60-қа бөліп тастайсыздар. Ол 15-тен 1 сағат болады. Мынау минут, мынау сағат, сіздерде 15-тен 1 сағат болады. Мұнан азайтып тастаймыз, болды. Сонда сіздерде 20 бөлінген x азайтылған, 20 бөлінген x қосылған 10 тең болады 15-тен 1-ге. Мынандай теңдеулерді шығару үшін ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөліміздерді екеуінің көбейтіндісі. Мынаның толықтауышы бізде x қосылған 10-ға көбейтеміз, мынаны x-қа көбейтеміз. Сонда сіздерде 20x қосылған 20-ны 10-ға көбейтсеңіздер 200 минус 20x тең болады 15-тен 1-ге. Мен жалғастырып, ағарай жазып кетейін. Мұны екеуі не істейді? Бір-бірімен жойылып кетеді. 200-ді 15-ке көбейтесіздер, мұнаны 1-ге көбейтеміз. X қосылған 10 көбейтілген x-ті 1-ге көбейтеміз. Онда өз шығады. 200-ді 15-ке көбейтіп жүресіздер. Пропорция. Жақшаны ашатын болсаңыздар x квадрат плюс 10x минус, 15 қой деймін, 15. 15-ті 200-ге көбейтсеңіздер 3000 келесі жаққа өткізіп жібереміз. Минус 3000 болады, тең болады 0-ге. Мынаны дискриминантпен шығарсаңыздар болады. Немесе көбейткен кезде 3000 шығу керек, қосқан кезде минус 10 шығу керек. Таңбасы минусымен. Бізде екеуінің көбейтіндісі 3000 мен 5 пен 6, яғни 50 мен 60-та минус таңбасын біз үлкеннің алдына қоямыз. Өйткені минус 10 шығу керек. Мынаны керіс шығу. Вет теоремасы бойынша. Сіздер дискриминантпен шығара беріңіздер. Вет ұмытып қалған болсаңыздар. Болды, онда бізде x1-іміз 50-ге тең екен. Онда мынау екіншісінің жылдамдығы, ол x1 деп отқандарыңыз, біріншісінің жылдамдығы v1. Онда v2-іміз осы 50-ге 10-ды қосып жібереміз. Мынау басында көрсеткенбіз.
50 қосылған 10, онда бізде 60-қа тең болады. Бұл жауабына жазып қойсыздар, 50 км сағат. Екінші пойыз, яғни жолаушының жылдамдығы, жолаушы пойыздың жылдамдығы 60 км сағат болады екен. 17-ші есеп. Мынау өрнекті ықшамдаңыз дейді. Алдымен мен ықшамдап жазып алайын. Біріншісі мен соңғысын синус 5 альфа, синус 11 альфаны бірге жазып алайын. Сосын мына екеуін бірге жазып алайын. Минус синус 7 альфа азайтылған синус 9 альфа. Мен минусты жақшаның сыртына шығарып жіберсем, онда мынаның іші таңбасы ауысады. Екіншісінде де дәл сол сияқты. Біріншісі мен соңғысын косинус 5 альфа қосылған косинус 11 альфа минус косинус 7 альфа минус косинус 9 альфа. Жақшаға алып, минусты жақшаның сыртына шығарсам, таңба өзгерді жақшаның ішінде. Енді бізге синустар мен косинустардың қосындысының формуласын пайдалануымыз керек. Алымына сіздерде синус альфа қосылған синус бета тең болады 2 еселенген синус альфа қосылған бета бөлінген 2, косинус альфа қосылған бета бөлінген 2 деген формуланы пайдаланамыз. Бөлімне косинус альфа қосылған косинус бетаның формуласын пайдаланамыз. Сонда сіздерде қандай болады? 2 еселенген косинус альфа қосылған бета бөлінген 2, косинус альфа азайтылған бета бөлінген 2 деген формуланы пайдаланасыздар. Сонда бізде алымында шығады синус 5 альфаға синус 11 альфаны қосамыз бір-біріне. 2 еселенген синус 5 альфа қосылған 11 альфа сіздерде 16, 16-ны 2-ке бөлсеңіздер 8. Көбейтеміз косинус 5-тен 11-ді азайтамыз, минус 6, минус 6-ны 2-ке бөлсеңіздер минус 3, косинус жұп болғандықтан минусын жойып жібереді, онда минусты жазбай қойсаңыздар болады. Минус синус 7, 2 еселенген синус 7-ге 9 қосамыз 16, 16-ны 2-ке бөлсеңіздер 8. 7-ден 9-ды азайтамыз минус 2, минус 2-ні 2-ке бөлеміз, сіздерде минус альфа болады, косинус жұп болғандықтан минусын жазбай қойсаңыздар қате болмайды. 2 еселенген косинусқа косинусты қосамыз, онда формулаларыңыз келесі түрде 2 еселенген косинус 5-ке 11-ді қосасыздар 16, 16-ны 2-ке бөлсек 8. Минус мына жерде косинус 5-тен 11-ді азайтамыз минус 3, минус 6, 2-ке бөліп тастасаңыздар минус 3, мен минусымен жазбаймын, өйткені косинус қана жұп бізде, жұп функция болады. Минус 2 еселенген косинус 7-ге 9 қосамыз 16, 2-ке бөліп тастайсыздар, азайтамыз, 2-ке бөліп тастаймыз, сонда мынаның өзі қалады. Енді мынадан ұқсас мүшелерді жақшаның сыртына шығарып жібересіздер. 2 еселенген синус 8 альфаны жақшаның алдына шығаратын болсаңыздар, онда бізде косинус 3 альфа азайтылған косинус альфа қалады. 2 еселенген косинус 8 альфаны мен ұқсас мүшені жақшаның сыртына шығарып тастаймын, сонда бізде қалады мынау мен мынау ғана қалады. Косинус 3 альфа азайтылған косинус альфа қалды. Жақшаны жауып қоямын. Енді мынау екеуін бір-бірімен қысқартып жіберсек болады. 2 мен 2 қысқарып қалады. Сонда бізде синус 8 альфа бөлінген косинус 8 альфа. Синустың косинусқа қатынасы бізде тангенсті беретін. Онда тангенс 8 альфа қалады екен. Жауабы деп осыны жазып қоясыздар. 18-ші есепке қараймыз. Мынау берілген цифрларды пайдаланып және әріптерді дейді. Құпия сөз құрастыру керек. Құпия сөзде әріптер мен цифрлар қайталанбайды дейді. От қайталанбайды деп тұр екен. Онда сіздерге қандай формулаларды пайдаланамыз? Тек әріптерден құралған 5 орынды құпия сөз алудың дейді. Тек әріптер. Әріптер нешеу бізде? Мұнда тұр 1, 2, 3, 4, 5 әріп. Бұған сіздерде n факториал деген формуланы пайдаланамыз. Онда 5 факториал. 5 факториал деп отқандарымыз 5-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі деген сөз. 20, 20-ны 6-ға көбейтсеңіздер 120 болады. Б сұрағында айтады бізде сандар мен цифрлардан 5 орынды неше құпия сөз жасау? Сандарды да пайдаланып, цифрларды да пайдаланып. Бізде сандар бізде 6, цифрлар 5. Бұған сіздерде келесі формуланы пайдаланамыз. Орналастыру
Енді алдымен формуласын жазып алайық. N факториал бөлінген N минус K факториал еді. Бізге барлығы жиыны нешеу? 11. сөзге пайдаланатын әріптер мен цифрлар бар. Оның 5 орындысы қылып жасау керекпіз. Сонда бізде 11 факториал бөлінген 11-ден 5-ті азайтсаңыздар 6 факториал. Мына 11-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі, яғни 6-ға дейінгі сандарды көбейтіп аласыздар да 7, 8, 9, 10, 11 бөлесіздер 6 факториалға. Мына екеуі бір-бірімен қысқарып кетті. Мұнан жауап нешеге тең болады? Комментарийдан күтемін сіздерден. В сұрағы сіздерде. Берілген әріптер мен цифрлардың арасынан 2 әріп, 3 сан болатындай неше әдіс бар дейді. Бұған біз теруді қолданасыздар. Алдымен терудің формуласын жазып алайық. N факториал бөлінген K факториал N минус K факториал. Бірінші бізге тауып алу керек. 2 әріп дейді. Бізде жиыны неше әріп бар еді? N деп отқанда барлығын саны. Жиыны бізде 1, 2, 3, 4, 5. 5 әріптен 2-ін таңдап алуымыз керек. Онда 5 факториал бөлінген 2 факториал, 5-тен 2-ні азайтсаңыздар 3 факториал. 5 факториал деп отқандарыңыз 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, соны 4-ке, 5-ке көбейтіп жібересіздер. 2 факториал деп отқанымыз 1 мен 2-ның көбейтіндісі, 3 факториалдың өзін жазып, мынаумен қысқартып жібереміз. 20-ны 2-ге бөлсеңіздер 10 шығады екен. Енді бізге тауып алу керек 3 сан. Керісінше 3 санда бізде жиыны 6 сан бар. Одан 3-еуін теріп алуымыз керек. 6 факториал бөлінген 3 факториал бөлінген 3 факториал. 6 факториал дегендеріңіз 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, сосын 4, 5, 6. Мынау 3 факториал деп отқандарыңыз 1-ден 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Мына екеуі қысқарып кетеді. Алдымен мына 2 мен 3-дің көбейтіндісі қысқарып кетеді. 4 пен 5-ті көбейтсеңіздер 20-ға тең. Енді бізден әріптерден 10, цифрлардан 20 жасауға болады екен. Екеуін бір-бірінен көбейту ережесі бойынша бір-біріне көбейтіп жібересіздер. Сонда жиыны 200 әдіс тәсіл бар екен. Енді есептер түсінікті болса, комментарийға келесі нұсқа деп жазып кетіңіздер 9-шы сыныпқа. Сосын өзіңіздің достарыңызға, сыныптастарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Лайк басып қойыңыздар, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, емтиханда сіздерге сәттілік.